Достар, бірақ ингредиенттен тұратын сливкисіз балмұздақтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге банан керек, яғни 2 бананды алып, осылай майдалап, дөңгелек етіп турап аласыздар. Және де таза целлофанға салып, аузын жақсылап байлап, морозильникке кемінде 3 сағатқа салып қоясыздар. Морозильниктен 3 сағаттан кейін шығарып, сіздерге осындай блендер керек болады. Блендерге жаңағы морозильниктен шығарған балмұздақтарыңыздың әрқайсысын осылай қолмен бөліп, майдалап блендерге саласыздар. Егер крупный қылып салатын болсаңыздар, блендерлеріңіз ез алмай қалады. Сондықтан да барлығын тураған бойынша майдалап бөліп салатын боласыздар. Басында кішкене жай-жайдан блендерді қосасыздар, себебі өте қатты мұздатылған. Кейінірек жақсылап ұзағынан бір 2-3 минут немесе 5 минут блендерлеп, яғни өзіңіз қарап тұрасыз. Осындай майда-майда болғаннан кейінірек осындай езіліп балмұздақ сияқты болғанынша блендерлейтін боласыздар. Мінекей біздің балмұздағымыз дайын, қыздар. Өздеріңіздің ыдыстарыңызға саласыздар. Яғни мен бұл балмұздақтың 1/3 бөлігін ғана осындай молочный сияқты ақ түсте жасадым. Яғни 1/3 бөлігін бір ыдысқа салып алдым. Қалғанына тағы да үйлеріңізде бар болса жасап көріңіздер. Бір ас қасыққа жетпейтін какаоны алып, осы блендердегі қалған балмұздағыма бір ас қасық қана, көп қосып жібермеңіздер, бір ас қасық қана какаоны алып қосып, тағы да жақсылап кішкене ғана араласқанынша блендерлеп аласыздар. Мінекей болды, қыздар, өте оңай, және де дәміне сөзім жоқ. Енді балаларыма өте қатты ұнады. Балалар балмұздақты жақсы көреді. Тіпті баламнан бұл мороженыйға не қосылған деп сұрасам, ол бананның дәмін деп біліп те тұрған жоқ. Ол бетіне сепкендерімді көрді, сгущенка шоколадтан жасалынған деп ойлап отыр. Яғни мен сіздерге айтқым келіп отырғаны, бананның дәмі тіпті шықпайды десем де болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай және де тез жасалынады, өте дәмді шығады. Беттеріне сіздер өздеріңіздің қалағаныңызша ягодылармен мен морозильникке сақтап қойғанмын. Ежевиканы қойдым, сгущенка қоссаңыздар да болады, шоколад қоссаңыздар, тіпті ештеңке қоспай-ақ жесеңіздер де өз қалауларыңызша жасап жей бересіздер. Мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге алдағы уақытта өте оңай, дәмді, оригинал торттардың рецептілерімен бөлісетін боламын. Қандай рецептілермен бөліскенімді қалайтын болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпаңыздар.